Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі Қазақстан тарихынан жаңа бөлім 18 ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті туралы өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 18 ғасырдағы халық ауыз әдебиеті. Сабағымыздың зерттеу сұрағы 18 ғасырда ақын жыраулар шығармаларында тарихи оқиғалар қалай көрініс тапты. Бүгінгі сабақта халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дерек көзі ретінде құндылығын бағалап, салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптардың құндылықтары мен маңыздылығын анықтайсыздар. Ал ендеше бейне материалға назар аударайық. 18 ғасырдағы халық ауыз әдебиеті. 18 ғасырдағы қазақ әдебиеті туралы не білесің? Сол кезде негізгі тақырып қандай болды? 18 ғасырдың әдебиетінде қандай батырлар туралы айтылады? 18 ғасырдың атақты шешендері кімдер? 18 ғасырда өмір сүрген қандай жырауларды білесің? 18 ғасырда қазақтардың рухани өмірінде ерекше орын алған не нәрсе? Осы сұрақтарға жауап берейік. 18 ғасырдағы қазақ әдебиеті туралы не білесің? Сол кезде негізгі тақырып қандай болды? Қазақ әдебиеті тарихында 18 ғасырда өмір сүрген ақындар мен жыраулар ерекше орын алады. Қазақтардың жоңғар басқыншыларына қарсы күресі сол кездегі ақын жыраулардың негізгі тақырыбына айналған. Оқиғалар халық тарихында халқын жаудан қорғаған ержүрек батырлардың есімдеріне байланысты берілді. 18 ғасырда қазақ жеріне жасалған жоңғар шапқыншылығы көптеген аңыз әңгімелер мен өлең жырлар туғызды. Жоңғар басқыншылары қазақ ауылдарын тонап, қартты да жасты да аямады. Көшке ере алмаған қариялар, жаралы жауынгерлер жолда қаза тапты. Әйелдер мен жас қыздар тұтқынға алынды. Халықтың басынан кешкен ауыр қасіретті жылдары Елімай әні арқылы мәңгі есте қалды. Қаратаудың басынан көш келеді, көш келесіп бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, екі көзден мөлдіреп жас келеді. Мына заман қай заман, қысқан заман, басымыздан бағдәулет ұшқан заман. Шұбырғанда ізіңнен шаң борайды, қаңтардағы қар жауған қыстан жаман. 18 ғасырдың әдебиетінде қандай батырлар туралы айтылады? Қап қағылған, шаңды жорық әндерінде Жаңатай сынды ақындар мен батыр баян бастаған қазақ сарбаздарының ерлігі баяндалады. Мысалы, атақты Жаңатай батыр 500 батыл жігітті бастап 10 мың жоңғар әскеріне шабуыл жасаған. Шайқаста небәрі 10 адам ғана аман қалған. Арыстанша шайқасқан Жаңатайдың өзі де ұрыста мерт болады. Сонымен қатар Абылай туралы эпикалық жырларда кең таралған. Жырдың бірінде оның Сабалақ деген атпен атақты Төле бидің түйесін қалай баққаны, оның халықпен бірге жорыққа аттанып, ұрыста жоңғар батыры Шарышты жекпе-жекте өлтіріп, қалай көзге түскені айтылады. Халықтың бірқатар өлеңдері мен әңгімелері 18 ғасырдың аяғындағы кіші жүз қазақтарының көтерілісіне, бұл көтерілістегі батыр Сырым Датұлының рөліне арналған. Сырым батыр туралы ауызекі сөздерде, аңыздарда, әңгімелерде, оның хандармен және оның төңірегіндегілермен қалай күрескені туралы айтылады. Халық жадында Сырым батыр ретінде ғана емес, сонымен бірге сұңғыла шешен, ақылды саясатшы ретінде сақталған. 18 ғасырдың атақты шешендері кімдер? 18 ғасырдағы ауыз әдебиетінде қазақ билерінің шешендік сөздері ерекше орын алады. Ұлы жүзден Төле бидің, орта жүзден Қаздауысты Қазбектің, кіші жүзден Әйтеке бидің халықты сыртқы жауға қарсы бірлікке, қарулы күреске шақырғаны, олардың өз кезінде зор саяси маңызы болды. 18 ғасырда дүниеге келген фольклорлық үлгілер сол кезеңдегі халықтың рухани өмірін сипаттайды. Эпикалық жырлар, тарихи әңгімелер және сол дәуірдегі халық ауыз әдебиетінің басқа да үлгілері халық даналығына көз жеткізіп, оның тарихи оқиғаларға тура баға бере алуымен қайран қалдырады. 18 ғасырда өмір сүрген қандай жырауларды білесіңдер? Қазақтың көрнекті жырауларының бірі Ақтанберді жырау Сарыұлы оңтүстік Қазақстанда Қаратау өңірінде өмірге келді. Ол 18 ғасырдың 50-ші жылдарында
қазақтарды жоңғарлардан қайтарып алған жерлеріне орналастыру қозғалысын басқарды. Атақты жырау Үмбетей Тілеуұлы қазақ батырларының соғыс даласында көрсеткен ерлігін жырлады. Қазақ халқының қас батыры Қанжығалы қарт Бөгенбайды жоқтау және оның өлімін Абылай ханға естіртуге арналған жырлары халық жадында мәңгі сақталған. 18 ғасырда қазақтардың арасында атақ даңқы кең тараған жырау, би әрі данышпан дипломат, мемлекет қайраткері Бұқар Қалқаманұлы ерекше танылды. Бұқар жырау Абылай ханның ең жақын кеңесшісі әрі сенімді серігі ретінде белгілі. Халық арасында Бұқар жырау көмекей әулие атанды. Бұқар жырау терең ойлы, ғибрат аларлық өсиет өлеңдер шығарды. 18 ғасырда қазақтардың рухани өмірінде ерекше орын алатын не болды? 18 ғасырда қазақтардың рухани өмірінде музыка өнері де елеулі орын алды. Музыкалық шығармалардың негізгі түрлері ән мен күй болды. Қыз ұзату, келін түсіру тойлары салтанатты жағдайда той бастар әнімен басталатын, жар-жар айтылатын. Ұзатылып бара жатқан қыз ата-анасымен қоштасарда сыңсуды айтатын. Келін болып түскен қызға беташар рәсімі жасалатын. Қайтыс болған адамды жоқтау сияқты азалы ән орындалатын. Осылайша ән қазақтың өміріндегі барлық маңызды шаралар мен рәсімдерде орындалып отырған. Халық ауыз әдебиеті 18 ғасырда қазақ халқы өздерінің ежелгі бірегей мәдениетінің төл тумалылығын сол қалпы сақтап қалды. Ақын жыраулар қазақ әдебиеті тарихында 18 ғасырдағы көрнекті ақындар мен жыраулар ерекше орын алды. Қазақтардың жоңғар басқыншылығына қарсы күресі, патша үкіметінің отаршылдық саясатына қарсы дала тұрғындарының ұлт азаттық қозғалысы сол кездегі ақын жыраулардың негізгі тақырыбына айналды. Ақтанберді Сарыұлы, Ақтанберді жыраудың бүкіл шығармашылығы елді ерлікке, қаһармандық пен батылдыққа үндеуге арналды. Бұқар Қалқаманұлы, Бұқар жыраудың негізгі идеясы қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтау мен нығайту мәселесіне арналды. Үмбетей Тілеуұлы қазақ батырларының көрсеткен ерлігін жырлады. Қазақ халқының қас батыры Қанжығалы қарт Бөгенбайды жоқтау және оның өлімін Абылай ханға естірту сияқты жырлары халық жадында сақталған. 18 ғасырдың аяғы мен 19 ғасырдың бас кезінде Тәттіқара, Шал жыраулардың жырлары халық арасында кеңінен таралды. Тарихи деректер. Қазақтарда жазба әдебиетінің өзіндік ұлттық нақыштағы түрі ерекше өріс алды. Соның ішінде халық ауыз әдебиетінің тарихи әңгімелер деген жанры күшті дамыды. Ұлы жүздің биі Төле би Әлібекұлы, халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол деген. Орта жүздің биі Қазыбек би Келдібекұлының шешендік сөздерінен үзінді. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз, атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан қыз туса, күң боламын деп тумайды, ұл мен қызын жатқа, құл мен күң етіп, отыра алмайтын елміз. Кіші жүздің биі Әйтеке би Байбекұлы, елінен айырылған ер бақытсыз, жерінен айырылған ел бақытсыз, Құдайым ондай күнді маған көрсетпегей деген екен. Бірінші тапсырма. Ақтанберді жырау өлеңінде қай жауды меңзеп тұр? Жауға шаптым ту байлап, шепті бұздым айғайлап, дұшпаннан көрген қорлықты, жалынды жүрек қан қайнап, елді жұртты қорғайлап, өлімге жүрміз бас байлап. Өте дұрыс айтасыздар. Ақтанберді жырау қазақтармен ұзақ уақыт шайқасқан жоңғарлар туралы айтып тұр.
Екінші тапсырма. 18 ғасырдағы тарихи оқиғалар ақын жыраулар шығармаларында қалай көрініс тапты? Ақтанберді жырау, Бұқар жырау, Үмбетей жырау шығармаларында қалай көрініс тапты? Соны сипаттайсыздар. Ақтанберді жырау жоңғарларға шабуылға өзі де қарсы шыққандығын білдірген. Қазақ жауынгерлерінің өлімге басын тігіп, елді қорғап жүргендігі айтылды. Бұқар жырау қазақ хандығының тәуелсіздігін сақтау мен нығайту мәселесіне арнады. Үмбетей жырау қазақ батырларының көрсеткен ерлігін жырлады. Үшінші тапсырма. Қазақ қоғамындағы айтыстың рөлін сипаттаңыз. Айтыс. Ақындар қоғамдық өмірдегі алуан түрлі оқиғаларға өздерінің бағаларын жұрт алдында ашық айтады. Қоғам өмірінің жақсы жақтарын мадақтап, үлгі етумен қатар, кереңсіз кемшіліктер, жаман мінез құлықтар кереке етіліп, қатты сынға алынатын. Төртінші тапсырма. Халық әні қалай аталады? Дұрыс жауапты белгілеңіздер. Қара таудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, екі көзден мөлтілдеп жас келеді. Мына заман, қай заман, қысқан заман, басымыздан бақ дәулет ұшқан заман, шұбырғанда ізіңнен шаң борайды, қаңтардағы қар жауған қыстан жаман. Бірінші қазақ елі, екінші көш, үшінші елімай. Жақсы, онда сабағымызды қорытындыласақ, халық ауыз әдебиеті мен музыка өнері туындыларының тарихи дерек көзі ретіндегі маңызы жоғары болды. 18 ғасырда қазақ халқы өздерінің ежелгі бірегей мәдениетінің төл тумалылығын сол қалпы сақтап қалған болатын. Қазақтың әдет ғұрып заңдары мен музыкасының тәрбиелік маңызы зор болды. Сабаққа белсене қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.